Достар, сәлем. Бүгін сіздермен жүгері нанның рецептімен бөліскім келеді. Өте әдемі декоративті нандардың бірі. Соңына дейін көріңіздер, және ұнап жатса лайк, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Мінекей бізге қажетті заттардың барлығын дайындап қойдым. Ең бастысы мұнда жүгері ұны. Жүгері ұны қазір кез келген супермаркеттен табуға болады. Алдымен аштығымызды дайындап аламыз. Ол үшін аштығы керек 20 грамм, 100 грамм су және қанттың жартысын пайдаланамыз. Барлығын езіп, бір 10-15 минутқа дрожж көтерілгенше қойып қоямыз. Бетін жауып қойсақ, тезірек көтеріледі. 15 минуттай тұрды, дрожжымыз ашыды. Енді нан илеуді мен миксердің көмегімен жасаймын. Ол үшін ұнды, жоғары сұрыпта ұнды және жүгері ұнын араластырамыз. Барлығын құрғақ ингредиенттерін барлығын салып аламыз. Тұз, қант және куркума. Куркума бізде әдемі түсін шығару үшін қажет. Барлығын жақсылап араластырып жібереміз де. Үстіне сүт құямыз. Жаңағы еріген дрожжымызды құямыз және сары май. Сары май ол бөлме температурасында болса жарайды. Барлығын араластырып миксердің осындай көмегімен нан илейміз. Басында жай жылдамдықпен, кейін жылдамдығын кішкене арттырып, барлығы біркелкі болып араласқанша араластырып отырамыз. Нанымыз иленіп болды. Мінекей өте әдемі түсте және қолға ондай жабыспайды. Кішкене астық сеуіп жіберіп, нанымызды тағы да бір кішкене илеп жібердім. Енді ашытуға жібереміз, көтерілуге нанды. 1,5-2 сағатта толықтай ашып болады. Мінекей нанымыз керемет болып ашыды. Енді осы қамырымызды көзбен 4-ке бөлеміз. 4 нан шығады. Және осылай дөңгелектеп түйіп формасын келтіреміз. Мен осылай дөңгелек қылып пісіретін боламын. Барлық нандарымызда осылай ішіне қарай түйіп дөңгелек формасын шығарамыз. Нанымызды противенге салып дайындап, 10-15 минутке тағы да ашытып қоямыз. Кішкене нанымыз көтерілу қажет. Үстіне жүгері ұнын сеуіп жібердім, әдемі болу үшін. Және қарапайым лезвияның көмегімен осылай әдемілейміз нанымызды. Және алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Мінекей өте әдемі және дәмді жүгері нандарымыз дайын болды. Қазір мен сіздерге кесіп көрсететін боламын. Түсі деген енді өте әдемі шықты. Достар, егер видеом ұнаса, мені қолдап, каналыма жазылып, лайк басып, және комментарий қалдыруларыңызды ұмытпаңыздар. Ас болсын.